Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен күнделікті үйдегілерге арнап 30 минутта дайын болатын өте жұмсақ әрі дәмді қарапайым пирогтың жасалу жолымен бөлісемін. Ыдысымызды алып, бір бокал айранымызды, жарты бокал сұйық майымызды, бір бокал шекерімізді, екі жұмыртқамызды, разрахителімізді, және бір ас қасық магымызды қосамыз. Сіздер мақ қоспасаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Барлық қоспамызды араластырып, бір қалыпты масса жасаймыз. Міне жасалған массамызға ұнымызды қосамыз. Мен осындай кішкене бокалдармен 3 бокал ұн қостым. Міне осындай қоймалжың бір қалыпты массамыз шықты. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, осыған массамызды құямыз. Енді 180 градуста 30 минут пісіруге жібереміз. Міне дайын болған біздің пирогымыз өте жұмсақ, керемет, әдемі болып шықты. Енді пирогымызды әсемдейміз. Мен осылай жасадым, сіздер қалауларыңызша жасай берсеңіздер болады.
біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жасап отырыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет.